Барлықтарыңа сәлем. Сендермен бүгін мен Зіп және мен бүгінгі видеода GTA 6-ның қазіргі интернетті шулатып жатқан жаңалықтары туралы айтып беретін боламын. Өздеріңіз білетіндей Rockstar Games компаниясы көп жаңалық жасай бергенді ұнатпайды, бірақ әрбір жаңалығы интернетті шулатады. Қазір мен сіздерге айтайын деп тұрған жаңалығым көңілді болмаса да, бұл жаңалық. Мен бұны айтуға тиіспін. Бүгінгі видеода айтатынымыз GTA 6 шынымен де 2026-да шығады ма? Шықса не үшін оны жылжытты және оны тағы да жылжытпайды ма? GTA 6-дан не күтеміз? Бүгін осы сұрақтардың бәріне жауап беретін боламыз. Дайын болсаңыздар, өздеріңізге ішіп жейтін бір нәрсе тауып алыңыздар және каналға тіркеліп, лайк басып, менің әлеуметтік желілеріме тіркеліп, колокольчикті қосып қойыңыздар. Ал біз бастаймыз. Бірінші сұраққа жауап беріп кетейін. GTA 6 шынымен де 2026 жылы шығады ма? Иә, GTA 6 2026 жылы шығады. Rockstar компаниясы осылай айтуда. Кім біледі, мүмкін тағы да жылжытуы мүмкін. Ал қазіргі мәліметке қарайтын болсақ, олар бүкіл әлеуметтік желілеріне осы мәліметті салған болатын. Мен сіздерге олардың не деп жазғанын айтып өтейін. Барлығыңа сәлем. GTA 6 сатылымға 26 мамыр 2026 жылға жылжытылды. Бізге өте өкінішті, себебі сіздер күткен нәрсе кешіктіріліп жатқан үшін. GTA 6-ның айналасында болып жатқан у-шу шынымен де біздің команда үшін үлкен мағына береді. Біз сіздерге үлкен рахмет айтамыз, бізді қолдап және шыдап жатқандарыңыз үшін. Біз GTA 6-ның мәресіне жетуге тырысудамыз. Әрбір ойын шығарарда біздің мақсатымыз сіздердің үміттеріңізді ақтау болатын. Және GTA 6-да осылай болады. Сіздер бұның бәрін түсінесіздер деп үміттенеміз. Бізге бұл қосымша уақыт өте қатты қажет. Себебі качествоны қамтамасыз ету үшін сіздер күткен және лайық качествоны ойдағыдай болуы үшін. Жақын арада сіздермен қосымша ақпаратпен бөлісуді асыға күтеміз. Құрметпен Rockstar Games. Міне достар, Rockstar компаниясының бізге арналған кішігірім хаты. Өздеріңіз көріп тұрғандай GTA 6 шынымен де 2026 жылы шығады. Бұл жаңалық көңіл күйді түсірсе де, бұл шындық. Менің ойымша достар, олардың істеп жатқандары өте дұрыс. Бір жағынан қарайтын болсақ, олар ойында айтқан уақытында шығаратын болса, ол тура Cyberpunk секілді болуы мүмкін. Менің ойымша, кішкене күтіп, рахатпен ойнаған дұрыс секілді. Достар, бұл нәрсені түсінуге болады. Бұл кішігірім проект емес, бұл әлемдік деңгейде болғандықтан, оларда мүлт кетуге мүмкіндік жоқ. Сол себепті шыдаңыздар достар. 2023-тен бері 2 жыл өтті. Бұл да көзді ашып жұмғанша өтіп кетеді. Және тағы көбін мазалайтын сұрақ, GTA 6 тағы да 2027-ге жылжып кетпей ме? Достар, бәрі де мүмкін. Бағана айтып өткенде бұл кішкентай проект емес. Сол себепті, егерде олар бірдеңе дұрыс болмай немесе үлгермей жатса, олар 2027 жылға жылжытуы әбден мүмкін. Немесе 2026 жылдың соңына жылжытуы да мүмкін. Бірақ өз басым бәрі дұрыс болып тез арада шығарады деп үміттенемін. Ал GTA 6-дан не күтеміз десеңіздер, достар, бұл жерде күтетін нәрсе жетерлік. GTA 6 өте шынайы болады. Тіпті Take-Two компаниясының директоры Штраус Зельниктің айтуы бойынша бұл ойын біз ойлағаннан да керемет болады деуде. Кім біледі, мүмкін шынымен де біз күтпеген нәрселер болатын шығар. Және Штраус Зельник тағы бір нәрсе айтып кеткен болатын. Бұл ойында күткендеріңе өкінбейсіңдер деді. Осы фразасы мені әлі күнге дейін күтуіме себеп болып жүр. Сол себепті достар, қалай ойлайсыздар, Rockstar'дың ойынды жылжытқаны дұрыс па? Және сіз GTA 6-ны күтесіз бе? Комментарийге жазып кетіңіздер, міндетті түрде оқимын. Және менің Telegram каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, ол жерде мен бүкіл жаңалықтан және өзімнің өмірімнен жаңа видеоларды хабарлап отырамын. Ал енді видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, басқа да әлеуметтік желілерге тіркеліп, колокольчик қосуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Зіп, көріскенше.